Цехта болгон нерсе, олар жасырган, 30-тан дейін бар. Руководство нефтеперерабатывающей компании незаконно преследует рабочих, заявляют 11 сотрудников Петроказахстан Кумколь Ресурсис в Кызылординской области. 25 жыл, 27 жыл жұмыс істедік қой бәріміз осы конторда. Сол еңбегіміз бағаланбады да біздің. Соған жаман етеміз, бәріміз де қазір ауру болдық мысалға. Қиналып, давление де кетіп жатыр, нетіп жатыр. Енді кеп кезекте естіп жатырмыз, ертең бетасын отырып жатырса, кімде ауру бар, олардан ұстап шығарамыз деп жатыр, деп естіп жатыр дейді. Енді білмеймін, бұл қалай болатындарын ше. По словам рабочих, гонения начались в январе, после утечки нефти на предприятии. Они утверждают, что после ЧП руководство компании вынудило 11 человек написать заявление об увольнении по собственному желанию. Сендерді осындай инцидент болған екен, сондықтан сендерді бәрінде де жұмыстан шығарамыз деді. Ол жұмыстан шығаратын болса, ол кезде сендердің трудовой книжкалерің бұзылады, сондықтан сендерге қазірден бастап ұсыныс беріп отырмыз, өз еркіндерімен жұмыстан шығыңдар деді. Егерде сендерді біз статьямен шығаратын болсақ, мойындарыңа 200 миллион теңге шығынды елдеміз деп. Сөйтіп қорқытып бізді жұмыстан шығарып жіберді. 10 человек, оставшихся без работы, подали в суд на компанию работодателя. В городском суде они проиграли дело, но областной суд признал требования законными и восстановил их на работе. Сот қаулысында, яғни жұмыс беруші еңбек кодексінің 56 бабын бұзды. Яғни олар еңбек шартын бұзған уақытында бұйрықтар нақты себебін көрсетпей, және бір ауысымдағы жұмысшылардың бір мезетте жұмыстан шығуы олардың еркінен тыс болғандығы жөнінде анықталып, бұл әкімшіліктің тарапынан болған қысымның нәтижесінде жұмыстан шыққандығы сот барысында анықталды. Бүгінгі таңда соттың қаулысы заңды күшінде. Юрист компании с доводами суда не согласен. Он говорит, что восстановленные сотрудники работали одновременно в двух должностях. Возникла ситуация, когда работники оказались одновременно на двух должностях. Работодатель предложил им подписать соглашение о расторжении трудовых договоров по второй должности, однако работники отказались. В последующем, после того, как работники отказались, работодатель был вынужден расторгнуть с ними трудовые договора по второй должности, поскольку они фактически отсутствовали на ней. Юрист нефтеперерабатывающей компании заявляет, что решение областного суда работодателя спорит вышестоящей инстанции – Верховном суде. Айнур Алимова, Нурбек Тусипхан, Унгарсай Масаев, Санат Нурбеков, Азаттык ТВ.